зәрем ұшып кетті ғой. Айдалада үш бұрыш, аузы мұрны бар бұрыш. Армысыздар достар, бұл ұмытылған жобасының ең қысқа шығарылымы. Қысқа болатындай да жөні бар. Бұл ауылда небәрі 5-ақ үй тұрады. Және бұл ауылдың адамдары журналистерге сенбейді. Біз дәл қазір Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Шешен-Қара ауылдық округіне қарасты Үштау ауылында жүрміз. Үштау ауылы деп айтып отырғанымызбен, дәл қазір ауыл статусынан алынып тасталынған, және бұл осы жерден 45 шақырым жердегі Шешен-Қара ауылына қарасты Үштау көшесі деп аталады. Кезінде бұл жерде үлкен ауыл болған. Суарылмалы егіндері, қаншама қоймалар, қаншама тыңайтқыштар тұратын қоймалар, алма бағы, моншасы, мектебі, балабақшасы, ауылда не керек, соның барлығы болған. 1994 жылы ауылдан ел көше бастаған. Бірақ жаппай көшу 1998 жылы болған деседі. Бұл ауылда ресми мәліметтерге сүйенсек 7 үй бар. Бірақ соның дәл қазір 5-еуінде ғана адам тұрып жатыр. 2 үйде осы ауылдың байырғы тұрғындары тұрса, қалған 3 үйде бұл ауылға әрісі 5 жыл, берісі 2 жылда көшіп келген шаруа қожалықтары мекендейді. Және бұлардың ешқайсысы да осынау фильмге түсуге келіскен жоқ. Ауылды көбіне өзге этнос өкілдері мекендеген дейді. Ескі үйлердің орнында қарақат ағаштары, кейбір үйлердің тұсында ранетка ағаштары әлі де бар. Әлі де болса көктенектеніп алмалары өсіп тұр. Бұл ауылда сатылымда тұрған 2 үй бар. Бағасы қанша екенін біле алмадық. Ауыл кезінде дүрілдегені көрініп тұр. 4 қатар жатқан көше ішіндегі тас жолдың асфальтының жағдайы әлі де болса тамаша. Көп ауылда қазіргі таңда дәл сондай тегіс жол әлі де жоқ. 1998 жылы ауылдан жұрт үдере көше бастағанда суарылмалы егістіктердің тұрбаларын жұрт темірге өткізген. Бұл ауылда сол кездегі дамыған заманның белгісі ретінде қалған бір ғана ғимарат, ол әлде бидайға арналған, әлде тыңайтқыштарға арналған биік қойма ғана.